Қайырлы күн, бүгін біз өте дәмді палау әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер ет, сәбіз, пияз. Ең бірінші осы өнімдерді турап аламыз. Сәбізді ұзын-ұзын етіп турап алатын боламыз. Одан соң пиязымызды турап аламыз, етімізді турап дайындап аламыз. Ары қарай бізге тағы қажетті өнімдеріміз күріш ең басты. Бұл жерде бізде 5 шай ішетін кесемен 5 кесе күріш, 1 килограмдай, және мейіз және пісте май қажет болады. Ары қарай қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып аламыз. Одан соң оның үстіне пияз салып қызарғанша қуырып, сәбізімізді де салып жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырып болғаннан соң тұзды дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды салып болғаннан соң бұдан бөлек бізге басқа приправаларды, дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады, палауға арналған. Және мен бұл жерде зире қостым. Дәмі өте дәмді болып шығады. Дәміне қарай қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырып қуырып болғаннан соң мен 1 литр су құйдым. Суымыз қайнағаннан соң 15-20 минутқа астын баяу отқа қойып қоямыз. Онан соң күрішімізді салып демдейтін боламыз. Ол үшін бізге ағаш шұқығышпен күрішіміздің арасын тесіп шықсақ, және салатын қоспаларымызды мейіз немесе тағы да басқа да қоспаларды осы кезде салып жіберсек болады. Ары қарай демдеп қоямыз. Мен 45 минутқа қақпағын жауып, өте баяу отқа қойып қоямын. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Бетіне пиязбен, укроппен әрлесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.